Бисмиллахир-рахманир-рахим. Имам Абу Ханифа. Имам Абу Ханифа деген ат және Имам Абу Ханифа деген аттың негізіне құралған мазхаб, яғни Ханафи мазхабы. Ханафи мазхаб Абу Ханифа рахимахулланың атына бола, соның атына негізделініп құрылған мазхаб. Имам Абу Ханифа деген не мағынаны береді, және бұл ат қайдан шыққан? Кейбір бір деректерде Имам Абу Ханифа рахимахулланың бір Ханифа деген қызы болған делінеді. Әйел адамдар бір күні Имам Абу Ханифа рахимахуллаға келіп, бұлай деп бір сұрақ қояды. Айтыңызшы, бір еркек 4 әйел алуға хақысы бар. Ал енді бір әйел неге 4 еркекке бір уақытта тиюге хақысы жоқ? Шариғат неге рұқсат бермейді сол нәрсеге? Не үшін? Себебі не? Деп сұраған кезде Имам Абу Ханифа рахимахулланың тарабынан жауап кешкен. Сол кезде Имам Абу Ханифаның қызы Ханифа деген қызы, мен бұл сұраққа әкешім мен жауап берейін, бірақ менің бір шартым бар. Егер мен осы сұраққа жауап беретін болсам, атыңызға менің есіміңізге менің атымды қосып аталатын боласыз. Яғни куниятыңызды менің атымменен аталасыз деген шарт қойған деді. Кейіннен сол қызы сол әйелдерді шақырып, бір ыдыс кесені алып, осы кесеге әр қайсысын сүттен құйыңдар деген. 4 әйел, 3 әйел келіп, сол ыдысқа сүтті құйды. Одан кейін айтты, ал енді құйған сүттеріңді қайтып өздерің алыңдар деп айтқан. Сол кезде әйелдер сол мезетте түсінді. Яғни сүтті бір ыдысқа құйылған, әртүрлі жерден құйылған сүтті қайтадан алу мүмкін емес. Сол секілді, егер бір әйелдің 4 күйеуі болатын болса, бала кімнен екендігі білінбей қалады. Ал 4 кесеге 4 сүт құйса, қайсысы кімнің баласы екендігіне білініп тұрады. Осыны түсінгеннен кейін әйелдер өздеріне қажетті болған жауапты алған делінген бір оқиға келеді. Осы оқиғаның негізінен Имам Абу Ханифа сол қызының атын қосып, аты танылған делінеді. Алайда ғалымдарымыз бұл оқиғаны өтірік дейді. Бұл оқиға өтірік оқиға. Имам Абу Ханифаның қызы болмаған. Тарихта қарайтын болсақ, Имам Абу Ханифаның өмір баянын қарайтын болсақ, Абу Ханифаның қызы болмаған. Абу Ханифаның бір баласы, Хаммад деген баласы болған. Хаммад деген баласы болған. Хаммад деген баласы, бір баласы болған. Имам Абу Ханифаның ұстазы, Хаммад деген ұстазы болған. Сол ұстазының құрметіне өзінің баласында Хаммад деп қойған. Одан басқа баласы, қызы бар екендігінде ешқандай дәлел, деректер жоқ. Бұл оқиға жалған, ойдан шығарылған оқиға. Енді осы жалған оқиға, ойдан шығару, адамдардың ортасына осындай бір оқиғаны тарату не үшін? Кейбір Ханафи мазхабты құптамайтын, Ханафи мазхабты дұрыс емес деп ұғынатын кейбір адамдар, Ханафи мазхабты бір адасқандар деп көретін адамдардың ойларынан шығарылған бір оқиға. Не үшін оны шығарған? Себебі осы оқиғаны адамдардың арасына таратып, бүкіл Ханафи мазхаб болсын, бүкіл адамдардың барлығы осы оқиғаны осылай болған екен деп ұғынған кезде, олар айту үшін, міне Ханафи мазхаб бұл әйел затына бола құрылған. Бұлайша айтқанда, орысша айтқанда бұл женский мазхаб деген бір жаланы, сондай бір сөзді айту үшін осындай бір оқиғаны шығарып, адамдардың арасына таратқан. Абу Ханифаның қызы болмаған. Абу Ханифаның қызы болмаған. Хаммад деген бір баласы болған. Ұстазының құрметіне сол өзінің баласын Хаммад деп атап қойған. Одан басқа қызы, баласы болғандығы ешқандай дәлелде, тарихта ешқандай жерде келмейді. Бұл Ханафи мазхабты осылай деп әйелдің тарабынан, бұл былайша айтқанда женский мазхаб деген секілді сондай бір сөздермен айтып кемсіту мақсатында ойлап шығарылған оқиға.
Және сол секілді намазды бастаған кезде қол көтеріледі. Аллаху акбар деп қол көтеріледі. Ханафи мазхабта намазда бір рет ғана қол көтеріледі. Ал енді мына мазхабты мойындамайтын, өзінің ойымен жүретін кейбір мазхабты мойындамаған адамдар, олар рукуге барар кезде де қолдарын көтереді, рукуден тұрғанда да қолдарын көтереді, сәждеден толық тұрғанда да қолдарын көтереді. Мен Шафиғи мазхаб, Ханбали мазхабтарды айтып жатқан жоқпын. Бұл жерде мен айтып жатқаным, мына мазхабты мойындамай, өздері бір жолменен жүретін, мазхабты мойындап, оның дұрыс екендігін мойындап, сол жолды ұстанбаған, өздерінің ойыменен, жеке қара бастарменен ойлап, Құран мен хадисті түсінемін деп жүрген адамдар туралы айтып жатырмыз. Шафиғи мазхаб, Ханбали мазхаб туралы айтып жатқан жоқпыз. Ал енді сол адамдар намазға рукуден алдында, рукуден кейін де қолдарын көтере береді. Және мындай деп айтылады: Ханафи мазхабта қолды бір рет көтереді, және қайта-қайта көтерілмейді. Неге? Себебі Ханафи мазхабтың дәлелі бойынша былай деп айтылады деген сөзді, оқиғаны тағы да ойдан құрастырады. Сахабалар ислам қабылдаған кезде, ол пұт дәуірінен, яғни пұт парастықтан мушрик болып жүрген адамдар ислам қабылдаған. Сахабалар кезінде исламға дейін олар пұтқа табынғандары болды. Олардың араларында көпшілігі мушриктер болды, пұт парастар болды. Ислам қабылдағаннан кейін қанша жыл бойы жүректерінде қалып қойған сол пұттары да жүректерінде кейбірлерінде сондай бір махаббаттары болды. Кейбірлерінде үйреніп қалған сол жүректерінде бір қыпыншалық, жүректеріне сол пұтқа деген бір жақсы көруі қалып қойған еді. Исламның басына намазының үкімі толық түспей тұрған кезде олар мешітке немесе намазға келгенде қолтықтарына сол пұттарын тығып келетін еді. Себебі өмір бақи сол пұттарына табынып, қалталарында бірге алып жүруге олар үйреніп қалған еді. Содан намазға келген кезде пайғамбарымыз оларды сол пұтқа деген әлі көңілдерінде бір жақсы көру деген нәрселері бар екенін сезген пайғамбар намазға келгенде қолдарыңды көтеріңдер, қолдарыңды көтеріп намазды бастаңдар деп бұйырған. Сол кезде сахабалар намазға келіп қолдарын көтеріп бастаған кезде Аллаху акбар дегенде сол екі қолтықтарына тығып алған пұттары, қолдан жасалған пұттары түсіп кететін болған. Міне сол үшін Ханафи мазхабта қол көтеру сол үшін деп айтылады деген бір дәлелді өздерінің ойларынан ойлап адамдардың арасына таратуда. Енді осы жерде тағы бір олар осы жерде бір жала жабады. Егер қолды көтеруден мақсат қолтықтағы пұттардың, құдайшылдықтардың түсіп кетуі мақсат сол болатын болса, онда рукуге барған кезде қол көтерудің мақсаты не? Рукуден тұрған кезде қол көтерудің мақсаты не? Сәждеден тұрған кезде, қиямға тұрған кезде қол көтерудің мақсаты не? Яғни бірінші рет көтерген кезде қолтықтағы тығып келген жаңағы пұттары түсіп кеткен болса, онда қалған қол көтерудің мақсаты не? Көрдіңдер ме? Демек, Ханафи мазхабтың дәлелі өте әлсіз деген негізде осындай бір дәлелдерді өздері ойлап шығып, біздің атымыздан дәлелдеп жатады. Қолды бір рет көтеру керек екендігіне. Сол үшін кейбір уақыттарда бізге сондай сұрақтар келеді. Қайта-қайта қол көтеру, егер қол көтеруден мақсат жаңағы сахабалар қолтықтарына тығып келген нәрсе сол болатын болса, онда кейінгі үшінші, төртінші қол көтерулердің мақсаты не? Оған қалай жауап береміз деген секілді сұрақтар көп келіп жатады. Біріншіден, бұл біздің сөздеріміз емес, және Ханафи мазхабтың ғалымдарының сөзінде емес, ешқандай бір кітапта да ешқай жерде келген емес. Бұл ойдан шығарылған нәрсе. Қол көтеру исламның басында рұқсат етілген. Бірақ сол пұтты түсіру үшін қол көтеру рұқсат етілмеген. Ол үшін емес, оның себебі намазға кіріп жатқанда бір белгі болу үшін, және намаз оқытқан кезде тағы бір белгі болу үшін басқа адамдарға сол қолы көтерілген исламның басында. Ол кезде мушриктер де, яһудилер де, басқа өзге дін өкілдері де құлшылық қылатын, сол олардың құлшылықтарынан ажыратыру үшін сол кезде
қажылықта, Каабада сол жерде барлығы құлшылық қылатын. Солардың ажырату үшін қолын көтеретін болған. Кейіннен Құранда аят түсті. Қуму лиллахи қанитин. Енді намазға тым тұрыс тұрыңдар. Қол көтеруді тыйым салған. Содан бастап қол көтерілу туралы келген хадистердің барлығы мансух, үкімі жойылған. Оған амал қылынбайды. Хадистер сахих, хадистер бар, бірақ үкімдері өшірілген мансух хадистер. Егер қайсы бір адам сол хадистерге амал қылып жүрген болса, мансух, үкімі өшірілген хадистерге амал қылып жүрген болып есептеледі. Осы нәрселердің негізінде Ханафи мазхабты бір әлсіз көрсету, оның дәлелін әлсіз көрсету негізінде осындай жалған оқиғалар, жалған дәлелдер ойланып шығарылуда. Және жоғарыда айтылған оқиғаның негізі де сол Ханафи мазхабты әйел затына теңеу үшін айтылған өтірік жалған оқиға. Ондай оқиға болған емес. Енді Абу Ханифа күния, бұл кісінің аты Нуъман ибн Сабит рахимахулла. Нуъман ибн Сабит. Абу Ханифа бұл Ханифаның әкесі деп аударылмайды. Абу Ханифа күния. Бұл күния екі түрі бар. Зати және васфи. Зати, яғни заты менен Абу деген сөз айтылады қашан шынымен оның баласы қызы болатын болса. Мысалы, пайғамбардың Қасим деген баласы болды. Пайғамбар Абул Қасим деп ат қойылды. Бұл күният зати деп аталады. Енді күнияның екінші түрі бар. Ол васфи, сипатқа қарап айтылады. Мысалы, Абу Бакр радиаллаху анху, Али радиаллаху анху да Абу Тураб деп айтады радиаллаху анху, Абу Хурайра радиаллаху анху, осыған ұқсас басқа да сахабалардың аттары. Абу Бакр дегеннің мағынасы Бакрдың әкесі деген мағына емес. Абу Бакр радиаллаху анхудың Бакр деген баласы болмаған. Али радиаллаху анхудың баласы Хасан және Хусейн. Бірақ Тураб деген баласы болмаған. Турабтың әкесі, топырақтың әкесі деген мағына емес. Абу Хурайра деген баласы болды, сол үшін Абу Хурайра деген ат қойылды деген мағына емес бұл. Абу Бакр деген бірінші деген мағына береді. Бакр деген бірінші деген мағына береді. Яғни әрбір нәрседе бірінші. Абу Бакр радиаллаху анху бұл ең бірінші ислам қабылдады. Яғни бірінші деген, Бакр деген таңғы уақыттағы шықтың ең алғашқы бірінші кезеңді айтады. Яғни бірінші болған адамды Абу Бакр дейді. Не үшін бірінші деген ат қойылды? Себебі ислам қабылдауда бірінші болды. Пайғамбарға көмектесуде бірінші болды. Пайғамбарымызбен бірге Меккеден Мединаға хижра қылып көшкен кезде де ең бірінші қасында бірге көшті. Және әрбір қиыншылықта ең бірінші қасында табылған Абу Бакр. Және қиямет күні пайғамбар махшарда барлығы тірілгенде пайғамбардан кейін ең бірінші Абу Бакрланы тіріледі. Және жәннатқа кіргенде де пайғамбардан кейін ең бірінші Абу Бакр радиаллаху кіреді. Сол үшін әрбір нәрседе бірінші болғаны үшін Абу Бакр деп ат қойылды. Бұл сипатқа қарап тұрып қойылған күният. Екінші, Али радиаллаху анху. Али радиаллаху анху бір күні пайғамбарымыз Али радиаллаху анху үйіне барса, Фатима анамыз үйінде отырған екен, пайғамбарымыз сұрады, Али қайда деді. Али үйден шығып кетті деді. Бір риуаятта екеуі сөзге келіп қалып, ұрысып, Али радиаллаху анху үйден шығып кеткен болады. Пайғамбарымыз қасындағы бір адамға айтты, барып қараш, айна хуа, қайда жүрген деді. Барып көрсе, ол кісі мешітте жатыр екен. Ол кезде білесіздер, мешітте кілем, басқа нәрсе төселінген емес, жаңа жерде болатын болған. Пайғамбарымыз келсе, Али радиаллаху анху жатыр екен. Үстінде киім жоқ, жамылған ештеңе жоқ, үстіндегі киіммен жатқан екен. Үсті шаң, топырақ болып қалған. Пайғамбарымыз айтты, құм, я Аба Тураб, ей, топырақты адам, тұр деді. Топырақ болып қалған кісі, тұр деді. Яғни сипатқа қарап, сол жерде үсті топырақ шаң еді, соған қарап тұрып, ей, топырақ болып қалған кісі, қаны, тұр деді. Содан бастап Абу Тураб деген ат қойылды. Сол секілді Абу Хурайраның әкесі емес. Яғни бұл мысықты қатты жақсы көргендіктен мысықтарды жақсы көруші кісі деген ат қойылған. Сол үшін сол секілді Абу Ханифа. Ханифа деген дұрыс, тура жолды Ханиф дейді. Ханифа дейді. Бүкіл пайғамбарлар Ханиф жолда болған, Ханифа жолда болған. Ахира дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.